Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді құйрық лағман дайындаймыз. Етімізді ұзынша соломка алып тураймыз. Етімізді маринадтаймыз алдымен. Соевый соусымызды, суымызды, крахмалымызды, тұзымыз, бұрышымыз салып, және жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, 1 сағатқа маринадтап қоямыз. Сол кезде етіміз тез піседі және дәмді болады. Оған дейін овощымыздың барлығын турап, дайындап қоямыз. Пиязымызды ұсақтап турап, пекин капустамыздың жұмсақ жерлерін алып тастаймыз. Осылай ірі қылып тураймыз. Перецімізді да қатты ұсақтамаймыз. Ірі қылып тураймыз. Сельдерейімізді ұсақтап турап аламыз. Чесногымызды үккіштен өткіземіз. Қызып тұрған табамыздағы майға маринадталған етімізді салып 10 минут қуырамыз. 10 минут қуырылғаннан кейін пиязымызды салып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Сельдерейімізді және томат пастамызды салып, барлығын араластырамыз. Асты жабыспау үшін кішкене су құйдым және пекин капустасын саламыз. Бұрышымызды, чесногымызды салып, біркелкі болғанға дейін араластырамыз және имбирімізді, қызанағымызды саламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ыстық суымызды құйып 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Достар, менің YouTube каналыма жазылып, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Күнделікті рецепттер болады. Осымен осындай өте дәмді құйрық лағманымыз дайын.